Бір кездегі курстас досы адайдың амандық саулығын бір білсем-ау деп іштей ылғи ойлап жүретін. Сәті түссе, соны іздеп тауып алуға ұйғарды. Баяғы Түлкібайда аз уақыт бірге болғаннан кейін оны екінші қайтып көрмеген еді. Тек осыдан біраз жыл бұрын көз таныс біреулерден Алматы жақта жүрген сияқты деген болмашы сыбысын ғана естігені бартын. Үйленген, үйленбегенін де басында өз панасы бар жоғында білмейтін. Студент шағында орташалау оқығандықтан жатақханадан орын тимей, көбіне қаланың шет жағындағы тау бөктерінде оқшаулау тұратын, қазақыланып кеткен ұйғыр отбасының жертөлесін жалдаушы еді. Бір білсе, сондағылар біліп қалар, қалайда өз туралы бір із қалдырған шығар деген үмітпен Төлен мәні жоқ, берекесіз шуды артқа тастап, жол жөнекей Арбат көшесін бір сүзіп өтіп, бірден солай қарай тартып кеткенді. Екі ескі қабырға, бұрышында 27 деген нөмер, баяғы жас кезінде көрінгендей емес, қабырғаның үш жерінен тіреу қойылған. Қорғаның шіріп кеткен ағаш шарбақтарының сыртынан орай тікенектерді сым жүргізілген. Бұрын жемістері төгіліп жайқалып тұратын бақ қараусыз қалған-ау, ішін жабай қалың қорай басып кетіпті. Түрткіленіп жүріп, тұтаса жабылған қалың шырмауықтың арасынан шалқайып жатқан қақпа аузын әрең іздеп тауып ішке өткен. Есікті терісі сүйегіне жабысқан тырыли арық қара ел ашты. Өзі Насыбай атады екен. Бұл үйде адам түгіл, атжалманның өзі де тұрғысы келе қоймас. Алма бұл үйді, деп ол езуіндегі Насыбайын түсіріп алмас үшін сөйлегенде астың қерін жымқырына түсіп. Неге? Мақпалға кезінде осы үйді арзанға тауып берген мен болатынмын. Бар тарихын білетін болған соң айтамын да. Мүмкін онда адайды да білетін боларсыз. Бір кезде ол да осы үйде бөлме жалдап тұрған еді. Мұқатов па? Құлпытасында солай деп жазылған. Иә, тап солай, Мұқатов. Құлпытас? Ол Мақпалмен бірге жаназасына мен де қатысқам. Жатқан жері оңдақ, су бармайтын биік, тек жаназасында қабір қазғандар мен бізден басқа ешкім болмады. Сіз не, мені шынымен танымай тұрсыз ба? Екеуің бірге оқыған жақсы дос едіңдер ғой. Таныдым. Неге танымаймын? Сіз... Иә, мен сол үйдің баялмайтын, баяғы кәрі қызымын. Сендерге қарап аузымның суы құрып қатты қызығушем, жақсылап мәнті пісіріп беретінмін. Сонда да маған қарамай қойдыңдар ғой, кәрісініп. Ең болмағанда анда-санда қойныма бір кіріп, бір шығып жүрсеңдер, нелерің кетедей? Иә, сол жылдары сіздің қолыңыздан жеген мәнтінің дәмі аузымнан әлі кеткен жоқ. Рахмет. Кедергі келтірмесін деді ме, еріндегі Насыбайының бірін оң қолымен сұқ саусағымен сылып алып, шарбақ іргесіне қарай сылқ еткізіп тастай салды. Ол қалай өлді? Білсеңіз, білгенде білемін ғой. Қара базар жанындағы күртесінен өлденесін біреулер тауып алды десе керек. Тым салынып қатты ішіп кеткен еді. Байғұс жұмыссыз сенделіп, бір құлағын кесіп әкеткен дей ме, әлде егеу қиық жеп қойған ба? Жарайды, мен кеттім, сүтім таусылып қалыпты, сүт алуым керек. Сүтсіз құрғақтай нан жеу қиын. Бұрыла беріп, сіз даузынан тастамай ылғи есіне алып отырушы еді байғұс, дегенді үстеп жіберді. Ол кетті. Бұл тіл аузы байланып тұрған жерінде қыбыр етпестен мелшиді де қалды. Кемпір бүкшең етіп біртіндеп ұзап барады. Апыр-ай деші, іштей қасқағым арасында бірер ауыз сөзбен-ақ адам басына таудай қайғы үйіп тастауға болады екен-ау, деп ойлады. Дүниеге қалай келсе, сол аяқ өз жолымен бақилық болып кеткен екен ғой. Адай дос. Әтіркүл үшеуінің зыр жүгіріп ақша іздеген күндері көз алдына келе қалды. Жерде ақша жата ма, екеулеп жүріп көше-көшеден бөтелке жинап алып өткізген. Мәз еткендей, соншалық жарытпады. Сосын ет комбинатына барып күні бойы сасып кеткен терілерді бір орыннан екінші орынға сүйрелеп дестелей үйіп берген.
Сөйтіп ақысына бір қыдыруға жарарлық тиын тебен қаратқан еді екеулеп. Шіркіннің иісінен тұншығып өліп қала жаздаса да, қуаныштарында шек болған жоқ. Сол қуаныштың қызуымен кешкісін медеу аңғарында алау жағып, орталарына болашақ әртіс Әтіркүл той тойлауға кіріскен. Қай жерде қалай үлгерген Адай ішіп ала қойыпты. Ішкені жарықшақ даусы мен ойнақшыған көзінен анық білініп тұрды. Ол аздай бәрі де от айналасындағы дермен тастардың біріне қатарласып отыра бергенде, Адай күртесінің іш қалтасынан қағазға шиыршықталған 3 марихуана алып шығып, бірінен соң бірін ерніме тізілтіп қыстырып қойды. Қасындағыларға Әтіркүл мен төтемге қарағанда жоқ. Мен бүгін сүйіктім үшін біраз ақша таптым. Төлен де көмектесті. Марихуананың біреуін ерінен алып Әтіркүлге ұсынды. Білесің ғой, бұл темек емес, жиі-жиі тартқыштап бұрқылдатудың қажеті жоқ. Білемін, үйреткенсің, деді Әтіркүл. Солай ма? Үйреткен екем ғой. Сенше, көрсейші сен де бір, деп Адай бұрылып Төленге қарады. Жаман болмайсың. Шахтада астында жүргенде пароходчик болып істегенімде улы газды көп жұтқанмын. Дүниеде түтін иісінен жек көретінім жоқ, деп Төлен ат тонын ала қашты. Негізінде шошитындай түк жоқ мұның, деп сөзге Әтіркүл араласты. Асықпай ішіңе ақырын тартып сорасың, түтінін өкпең мен қарныңа неғұрлым ұзақ ұстайсың, соғұрлым жақсы болады. Сонда сүйегіңе шейін сіңіп, теңдесі жоқ керемет кәй баласың. Әсері ғажап. Арада 2 минуттей уақыт өте ме өтпей ме, бойыңды шаттық билеп көңілің жадырайды. Айналаңа құдды бір сонау биік таудың басынан Алатаудың қарлы шыңдарына қарай қолын бір сермеп тастады. Қарап тұрғандай боласың. Кез келген құбылыс, мысалы, мына оттың жанынан ызылдап бұзаубас ұшып өтсе де, шөп арасынан шегетке шырылдаса да, бетіңді быз еткізіп маса шағып кетсе де қызық. Ішек кісен қатқанша өз-өзіңнен қарқылдап шиқылдап күле бергің келеді. Күле бересің. Бірде Адайдан жасырынып, жалғыздан жалғыз өзім оңаша қалғанда да тартып көргенмін. Бірақ ол жолы онша ұнаған жоқ. Марихуана да алакөлге ұқсайды екен. Көпшілікке қосылып тартсаң ғана жарасама деймін. Көпшілікпен отырып тартқанда тыныс алуың да қажеті жоқ көрінеді. Өйткені демің тоқтап қалғандай күйде отырасың. Өзіңді жеп-жеңіл құс құрсауындағы шығармын деп ойлайсың. Дегенмен сол алғашқы тәжірибеден кейін-ақ басыңа бұл шөпті осылай жалғастырып тарта берсең түбі жақсылыққа апармас деген бір суық ой кенет сумаң ете түседі екен. Мен өзім сөйтіп біртүрлі күдіктеніп қалғам. Соған қарағанда мен мұны қойғым келген күні қойып кете алатын шығармын деп ойлаймын. Алаулаған от бәсеңсіп, қызылшоққа айнала бастаған кезде астарына үйден ала шыққан көрпешелерін төсеп, үстіне қатар-қатар аунай-аунай кетіскенді. Әтіркүл басын Адайдың беліне сүйей құлады да, юбкасының жырығын алдына қарай келтіріп, ышқырынын көтеңгіреп қойды. Адай жауырынын үлкен қой тасқа тіреп, еріндегі марихуана түбіршегін ауық-ауық қорсылдата сорғыштап, оң қолының алақанымен Әтіркүлдің біресе толқындаған қалың қолаң шашынан сипаса, біресе саусақ ұшымен жарлардай болып тырсиып кеткен еріндерінен түрткілейді. Енді біраз дағысын сол қолын қыздың жарқырап жартылай ашық жатқан уыс саны арасына соғып жібереді де, қара атлас лыпасының екі елі аша тұсын ақырын жайлап жоғары төмен сүйкелеуге кіріседі. Жігіттің бөбек саусағы қыз ерніне тигенде, анау еріндерін ашыңқырай қаба өбіп, борпылдата сорып-сорып алады. Төлен олардан көзін тайдырып, қарсалдарынан көлбей биіктеп тас төбелерінен мұнара төнген таушыңдарына қарайды. Ойында Әтіркүл, ал мына антырған шайтан қыз төсекте қандай екен өз дегенше, Адай оның қолына жаңа тұталған марихуана шылымын ұстата қойды. Бұл соғысы кезектесіп шегейік. Мен бір айтқан сөзімнен айнымаймын. Әуре болма. Өзің бір рахатымен бөлсейінші десем, рахмет. Адай, сенен бірдеңе сұрасам? Сұра,
бәрібір қазір қолымда соңғы марихуанадан басқа түгім жоқ. Әтіркүл екеуіңнің қылығың онда тұрған не бар? Осындай ойындардың салдарынан дүниеге бала деген бәлекет келетінін ойлағасын сұрағам ғой. Өй, сенде келтірсек келеді, келтірмесек келмейді, деді Әтіркүл. Менің айтпағым ол емес, деді Төлен. Енді не? Деп сұрады Адай. Шешең сені туарында қалай толғатқанын білесің бе? Жоқ. Неге? Сұрағам жоқ, ол айтқан жоқ. Неге сұрадың? Жай. Көзім бадырайтып аша қойған Әтіркүл екі саны арасында жатқан Адайдың қолын көтеріп аузына келді де саусақтары ұшынан шөлпілдетіп сүйіп алды. Айтып берсейші, білетініңді, досың ғой. Адай қолын одан дереу босатып алды да езуіне қыстырған марихуана қалдығын қайта тұтатып, қатты бір сорып, сосын орнынан үн-түнсіз тұрып кетті. Ренжітейінші дегенім ниетім жоқ, деді Төлен, ағаттығы үшін ақталғандай болып. Ренжіткен жоқсың, бар болғаны ұмытсам деген сұрадың, деді Әтіркүл. Мен білсем де білетінімді сездірмей жүремін, ал сен естен тандыра дүңк еткізіп төбеден ұрғанда еттің. Қобалжыма, біраздасын өзі қайтып келеді. Ол қазір туалетке марихуанасын сорғыштап, сондай бірдеңемен өзін күшейтіп жатқан болар. Кешке қарай тым ұзарып кеткен таудан түскен көлеңкелерге қарап, олар үнсіз отырып қалған. Кенет дәл жандарынан сораңдап Адай пайда бола келді. Қолында шарап, тығынын ағытып, аузынан бірер қылғыта жұтып алғаны көрініп тұр. Күштісі дұрыс болатыны күшті, күштісі жоқ, осыған қанағат. Ал Төлен дос, сұрадың, енді тыңда, деді сосын Әтіркүл екеуінің арасындағы өз орнына жайғаса беріп. Қазақияның бір интим қызық тарихын айтып берейін мен саған. Менің әкемнің әкесі өзінікі өзіне жетерліктей орташа шаруа екен. Жалғыз ұлы, яғни менің әкем жарместеу болып өсті. Жасы 40-қа келгенше әлі қиланып жүре берген болса керек. Баяғы төңкеріс бірін-бірі қуған, бірін-бірі қырған, ию-қию заман ғой. Сол дүрбелеңнен аман қалғанына қуанып, қой ұрпағым үзіліп қалмасын деп, Ләухи ұлын, яғни менің әкемді туа бір көзі қылый, бір аяғынан бір аяғы қысқа қораш қызға үйлендіреді. Үй іші қанша күтсе де, ол бала көтермей қояды. Бұл кезде өйтіп-бүйтіп жүріп, сауат ашқаны арқасында менің әкемнің наны жүріп, ауданда жүн жұрқа жинайтын мекемеде бастық болып өседі. Әтіркүл, деді Адай, осы жерде сөзін бөліп, дөңгіршекке барып келші. Көремісің, көрмеймісің, шабарым таусылды. Бұл әңгіменің саған қызығы жоқ, естігенсің. Әтіркүл жігітіне мұңая бір қарады да, қобырап кеткен шашын жол жөнекей жөндей салып, айтқан жағына қарай үн-түнсіз кете барды. Туған анасы туралы әңгіме айту Адайға оңай болып отырмаған секілді. Көмейіне өксік қадалғандай, демін жиі-жиі алып, тынысын реттеп, үзілген сөзін қайта жалғады. Алдымызда жүрген үлкендердің өміріне қарасақ та, өз өмірімізге қарасақ та, тіпті бұрынғылардың қалай өмір сүргені туралы естісек те, бұл елдің басына бақ-құсы қонбағалы көп заман өткен сияқты. Осы кезде анадан жылт етіп Әтіркүлдің төбесі көрінді де, Адай жаңа бастап берген сөзінің аяғын жұта қойды. Әтіркүл болса таяп келіп, билеп, қазір сиқыр көрсетем деп, кенет дорбасының ішінен московская арағын суырып ала қойған еді. Арақтың көгілдір шынысы кешкі күннің жалқын сәулесіне жалт-жұлт етіп шағылса кетті. Адайдың таңғалғаны сондай. Бәлі, бақалшысым, мынаны саған қорықпай қалай сатқан дегенде, бақырайған көзі ұясынан шыға жаздады. Соншалық тәуекелге баратындай, сен оған қапелімде не жақсылық жасап қойып едің? Сатқан жоқ, былай-ақ бере салды. Бірақ жаман сөз шығып кетпес үшін ештеңе айтпаймын. Анаң туралы жаман сөзді онсыз да өзің көп айтып жүрсің ғой, сол да жетер. Анам жайында жаман айтып үлгергем жоқ. Ал арақ сыйлаған бақалшыға келсек, кезінде сенің шешеңе қысқа отын түсіріп беріп жүрген сумақай пысық біреу болды ғой, деп Адай
қарап қалмады. Аямай Әтіркүлге тілінің безін сұғып алды. Сосын бөтелкеден бір құйып ішіп, қалғанын жанына қойды да, әлгінде үзіліп қалған әңгімесіне қайыра оралды. Адамның қызметте өсуі деген де қызық нәрсе. Біреу қызыл дипломы бола тұра, үстелден бас көтермей мықшиып қағаз жазудан әрі аспайды. Біреу әлде бір курс бітіріп ақ, лауазымды бір мекемеге орналасып, майлы жілік мүжіп, ойына не келсе соны істейді. Ол да ескі құсқы жинайтын мекемеден ауданаралық базаға бастық болып ауысып, аяқ астынан дүркірейді де кетеді. Жора жолдас көбейеді. Жақсы ыдыс-аяқ, киім-кешек, үй мүліктеріне қолдары жетпей жүрген әсіресе әйелдер жағы төңірегіне қатты үйіріледі. Солардың ішіндегі ішқыры бостармен ауызданады, әккіленеді. Басында өзінен үлкен әрі кеміс қызға үйленіп, ауға жарымай ашқарақтанып қалғандықтан ба, ұзын етектілердің ыңғайға келгенін құр жібермеуге тырысады. Бірте-бірте бойын нәпсіқұмарлық жеңеді. Үстінен қарайтын тікелей бастығының жаңада ғана үйленген үшінші қатынына көңіл ауады. Оны қайтып өзіме қаратсам екен деп қиялдай бастайды. Сондай кезде өрекпіген ентіген бір демікпесін басу үшін шкаф ішіне жасырып қойған арағынан бір стаканын қолтыра құйып ішіп алатын әдет табады. Сондағысы тіпті қызық. Терезенің бір жақ қапталын ашып қойып шалбарын сідік тигеннен сарала болған дамбалын төмен түсіріп жіберіп, шел тиген кішкентай сайманын жалаңаштайды да шығады. Бүкіл әлем оның сол бір болмашы шелтегіне естері кете қызға қарап қалғандай, мә, көрсеңдер көріңдер дегендей шалқайып шірене түседі. Үшінші рет үйленіп ал дейді, және кейінгі әйелі алдыңғысынан да кемі 10 жасқа кіші болып келетінін қайтерсің деп іштей бастығына кек жинайды. Өзі болса өзінен 5 жас үлкен мүгедек әрі бала таппайтын кәрі қатынмен қанша уақыттан бері бірге тұрып жатыр. Қиялы кетеді, шарықтап, әуелеп. Бастығының жас әйелі мұның осылай жалаңаш тұрғанын көрген екен де есі кете қызығып, тізерлей жорғалап кеп, ал мұның кәрі қатыны ондай қылық көрсетпек түгіл, ондайдың не екенін білмейді де топас неме. Бірде осылай да осылай, қазір мұны бүкіл әлем құмарлық ойыны өнер деп біледі. Сондықтан деп емеурін танытқаны сол еді. Сезімсіз, семіз, тас надан, тап бір жылан жұтқандай бақырайып. Осылайша бастығына сырттай кектеніп, әрі оның үшінші алған жас қатынына қызығып ғашық болып жүрген күндердің бірінде әлде бір қағазы үшін кештетіп кабинетіне асығыс кіріп келмей ме? Алғашында кір дақтарын жүресінен отырағап өршелене сүртіп жатқан еден сыпырушының үстінен түседі. Уыздай жас жұмысқа жаңадан ғана тұрған еді. Бұған дейін де оны осындай жұмыс үстінде бірер мәрте көргені бар. Ойнақшыған от жанары, қабағы астынан кісіге ұрлана қарайтын жұмысқы қылығы көрген сайын есінде қалып қоя беруші еді. Басына шешім бірден келе қалды. 4 бұрышты шағын қағазға ақша болады деген сөз жазады да еден сыпырушының алдына тастай салады. Сосын есікті бекітіп, жарықты сөндіріп, терезе алдына барып, арқасын жақтауға сүйді де, шалбар мен дамбалын тізесінен төмен қарай түсіреді де жібереді. Сосын бүкіл әлем мұның шағын кабинеті ішінде қазір болар кереметке сарыла көз тіккендей қайталанбас бір ғажайып күйді бастан кешіріп тұрады марқайып. Жас әйел кабинет иесіне не керегін айтпай-ақ түсінеді. Бұл өмірде теңдік жоқ қой, мықтылар бар, әлсіздер бар. Мықтылар әлсіздерге өз дегенін істетпей қоймайды. Оның үстіне сен егер әйел болсаң, әйел болғандықтан ол осындай шайтан ойыннан бір рет оңбай ұтылған да еді. Ауылда қатар өскен жігіті аламын деп жүріп ақырында алмай тастап кеткен болатын. Бір жаманның бір жақсылығы дегендей, соның арқасында мұндайдан тәжірибесіз еместін. Тек бұл жолы қалайда
ұмтылмауы керек. Шелектегі сабынды сумен аузын жақсылап сүртіп жібереді де ана бәленің жаман дәмін білдірмесін деген ғой. Тізерлеген күйі жорғалап кеп көз жұмулы, аузына шала жуылып, шала піскен жылқының қыл-қыбыры қартасы түсіп кеткендей ме? Құдай, ондайға бір минутте жетпей тыз етіп тез біткені. Ұшып тұрып туалетке қарай жүгіре жөнеледі. Барып қайта-қайта лоқсып қысып талады. Ұзақ түкіреді. Болашақ үшін соншалықты қымбат баға емес. Ештеңе етпейді деп өзіне өзі басу айтып жұбатады да. Адамның айын оңнан туғызайын десе, жаратқанға не дерің бар? Үлкен бастықтың мойнына келіп көп ақша мініп, сотқа тартылып кетеді. Қызмет орны ғана емес, қойындағы жас тоқалда босап қалады. Бірге ішіп жеп жүрген сыбайлас достарымның арқасында ол жерге енді мен қонжимағанда кім қонжияды? Ол жерге қонжисам, байсырамаса отыра алмайтын жас тоқалын мен иеленбегенде кім иеленеді деп қиялға өрлеп, кеудесіне нан пісе бастаған ол, яғни менің әкем, кабинетіне кіріп келгенде Мақпал, яғни менің шешем, үйреншікті жұмысы кірлеп кеткен алаша дағын сүрткілеп жатады ғой. Ол бұрынғы қалыптасқан дағдысын өзгертіп, бұл жолы оны көрген бойда арақ құйып ішпейді. Әдеттегідей терезе алдына барып шалбар мен дамбалын шешпейді. Сірә басына кішкентай шілтемегімен әлемді таңғалдырайыншы дегеннен гөрі тосындау басқа ой келген болу керек. Мақпал қателеспеген екен. Ол Мақпалды қолынан тартып тұрғызып алады да бетін ары қаратып үстелге еппіңдеп жатқыза салады. Пысылдай жүріп көйлегінің етегін түреді, лыпасын сыпырып сирағына дейін түсіріп жібереді. Сосын бірден енеді де кетеді. Сөйтіп ол үлкен бастық болам деген арманым орындалатын болды деген сеніммен, соның құрметіне деп тұңғыш рет толқын күшіне енген сайманның бар құдіретін құшырлана көрсетіп, оны өстіп жақсылап бір сынап салам алады. Осы сағаттан бастап есептегенде арада тура 273 күн өткенде іңгәләп бір әулетті болашаққа жалғастырушы жаңа тамыр болып дүниеге адай, яғни мына мен келем. Анам босана салысымен жас сәбиін, яғни мені құшақтап алыс ауылдағы туыстарына кетеді. Әкемді өмірі көргем жоқ. Атың Адай деп қалай қойылған? Менің атымды анау Адай жұртына еш қатысы жоқ, айналасына жанашыр ешкім жоқ, жақын туысынан Адай екен деп сайқымазақ біреу Ада дей салады екен. Міне, айтылу ыңғайсыз Адай атанып кеткенмін. Әкең қазір бар ма? Жоқ, бұрынғы бастығының тоқалы мені зорлады деп арызданса керек. Ұзақ мерзімге сотталып, түрмеде өліпті. Әңгүдік неме. Әтіркүлді ымдап шақырып алып, қасына отырғызған. Оның көзі қызарып, жасаурап тұр екен. Сол қалпында Адай оның қолы мен бетінен алма кезек шөлпілдетіп ұзақ сүйді. Сосын кенет бір шетте шоқшиып отырған Төлегенге бұрылып: "Солай, менің дүниеге қалай келгенім туралы бар білетінім осы", деді. "Ал енді әңгіменің тұздығы болсын, мынаны да жадыңа алып, көкейіңе түйіп қой. Әр нәрсеге қызығып, білсем деп ізденіп жүретін досымсың ғой. Батыстық зерттеуші ғалымдардың дерегіне сенсек, 30 жасқан асқан діншіл әйелдердің тең жартысы мастурбациямен айналысадымыз. Әрбір үшінші әйел неке үстінен ойнас жасауды армандаса, әрбір төртінші әйел құрып кеткенде өмірінде ең болмаса бір мезгілде 2 немесе одан да көп еркекпен ләззат алсам деп қиялдайтын көрінедіміз. Міне солай. Сондықтан өмірі көрмеген, атында білмейтін менің әкеме, менің қалай туып, қалай толғатқаны жайында, өмірдің басқа да шуақты сәттері туралы қызықты дерек қалдырмаған менің шешеме, мен сияқты сен де оларға түсіністікпен қарасаң сөкпессің деп ойлаймын. Бұл қалай, бұл не өмір, деді Төлем. Іштей жаны ышқына шымырқанып, кейбіреулер анасының құрсағынан шықпай жатып бақытсыз. Ол Адаймен оқуға түскен күндерінен жақын тартып, достасып кеткен болатын.
Әсіресе Алматының темір жол бекетінің басында бұзықтар жабылып пышақтап кеткенде, Төлен отадан кейін бір жетідей қала орталығындағы әскери госпитальда жатқан еді. Сонда Адай артынан іздеп келіп, бір шыны айран, 2 бәліш әкеліп бергені бар. Қызығы сонда әлгілерді көшеден бөтелке теріп өткізіп, соның ақшасын алыпты. Сол досының жүрісі де қызық, ойы да қызық. Темекі, марихуана, арақ шарапқа құмарлығы басқалардан өзгешелеу болатын. Бұл өмірде өзінің қолынан келмейтінді басқалар істеген көріп, ондайда куә болудың өзіндік ұлағаты жоқ емес қой. Ал Адайдың өзінің дос қызы Әтіркүлмен қарым-қатынасы өте әрі ашық, әрі тым еркін болатын. Бұл Әтіркүлді өзі құлыптас замандастары арасында көпшілікке мұндай қылықпен көріну дегенің ол кезде Адай сияқты үлеуде біреу болмаса басқалардың қиялына келмейтін іс еді. Ал Адай мен Әтіркүл құдды бір басқа планетадан ғайыптан түсе қалған адамдарға ұқсайтын. Осы кездесуден кейін Төленнің оған деген достық көңілі суымаса да, оның істегенін істей алмайтынына көз жеткен еді. Сосын да бұдан былай алыстан сыйлассақ та жетер деп, бойын одан біртіндеп аулақ сала бастаған болатын. Оқу бітіргесін жолдамамен барып, бір уақыт Түлкібайда екеуінің басы қайта тоғысқан. Әттең Адай бұл кезде марихуанасын қойса да араққа салынғанын білдіретін. Аяғы жақсы болмады, жүрген ізінен шу шыға берді. Араққа үйір адамға мектеп қол емес, 1 жылға жетпей жұмыстан айырылған. Содан қайтып оны көрмеген де, ол жайында ештеңе білмеген де. Жығылғалы жарбиып тұрған ескі үйге Төлен соңғы рет мүсіркей бір көз тастап қойып, іштей иманды бол деді де, ақырын аяңдап өз жөніне кете барды.